офлайн жалпы бұл барыс, осындай офлайн саудалардың жүрмей қалуы осыдан 10 жыл бұрын Қытайда жүріп өткен нәрсе. Осыдан 10 жыл бұрын мен дәл сол кезде осы бизнесті бастадым да. Қазақстанда осындай болатындығы бізге ап-анық көрінді да. Андай емес, мен білдім деп айтпаймын. Мен білдім емес, Қытайда көрдім. Көрген нәрсені, яғни мен білдім деген емес, Қытайда көзім жетті. Яғни онлайнның әсерінен офлайн саудалардың құлдырап жатқандығы. Себебі мынандай қызық болды. 2016 жылы біз Иудағы үлкен сауда алаңдарына бардық. Барамыз да, енді студентпіз, ұрып тұр желание деген, жасаймыз, істейміз деп ең алғаш бизнеске шыққан кез. Ана дүкендерге барамыз. Мен WeChatпен сататын едім, онлайн сататын едім. Яғни мен Каспимен сатам, Озонмен, Wildberriesпен, Instagramмен сатам. Сен маған арзан бағамен берші деп дүкендерге барсақ, дәл қазіргі сіздердің базарға барып тауар сұрағаныңыз секілді барсақ, мұрнын шүйіреді қытайлар. Бар шығарсың. Мен оптым жасап отырмын, жасамаймын дейді. Неге? Олар оптым сатып отыр. Немесе қымбат сатып отыр. Сондықтан сен барып маған арзан берші, мен бетіп бір штуктап сатам дейтін болсаңыз, ол мұрнын шүйіреді, бар ар ойна дейді, жібереді сен ары қарай. Сосын не болды? 1,5 жыл өткеннен кейін мен онлайн сататын едім десем, ол шайын құйып қарсы алып алатын болды. Себебі неде? 1 жылда рынок өзгерді. Былтырғы мұрнын шүйіріп офлайн отырғандар не құлады, не онлайнға көшті. Сонда бұл жерде ең маңызды себепкердің біреуі ол жерде Джек Ма да, сайттармен болған. Джек Маның мынандай бір сөзі бар: не онлайнға өтесің, не жеңіліп бересің деген. Яғни бұл бассаң да басасың, баспасаң да басасың. Осы басқышты да. Сондықтан қазір ойланатын ештеме жоқ. Бірақ біраз адамдар қорғап жатыр, бұл Қазақстан өндірісін құртады, Қазақстан өндірісін битеді деп. Олар шынымен нені қорғап жатыр? Өз бизнесін қорғап жатыр ма? Әлде халықтың арзан тауар алуға деген достығын жаппақшы ма деген сұрақта. Сондықтан бұл жерде ең маңызды дүние не? Ең маңызды дүние онлайн кете береді, ол тоқтамайды. Үлкен бизнестерде онлайнға шығады. Өзіміз көріп отырған Қытайда онлайн ұшақ сатылып жатыр, эфирмен. Сатылмайтын нәрселер сатылып жатыр, эфирмен. Ауа сатылып жатыр, эфирмен. Сондықтан бұл нәрселердің бәрі жүріп жатыр. Онлайнда дәл қазірге мысалға. Мен офлайн болсам, сіздермен неше жүз адаммен бітіп эфирі отыра алмаймын. Дұрыс па? Сондықтан онлайнның кереметі, онлайнның несі менше түсіндірудің өзі артық болады. Ал базардағы кісілерге айтатын нәрсе, ол кісілер тауарды өте жақсы біледі. Яғни тауарды бір адамға түсіндіре алады, тауардың характеристикасын біле алады. Олар онлайн өтіп, дәл осындай эфирде отырып сататын болса, бүкіл Қазақстанды өздеріне қаратады. Bir тауардың деталіне дейін, әрбір ішіндегі заттарына дейін толық біледі ол адамдар. Сондықтан оларға онлайн бізді құртты деп отыру емес, керісінше онлайнға шығайын да мен ары қарай дамытайын деңіз. Яғни ол кісіге шығын аз, бір жақсы вариант қой.